Медициналық ақпараттық жүйе, заманауи медициналық қызметтер және онлайн консультациялар. Біздің негізгі қызметіміз кәсіби дәрігерлерге жазылу, психолог консультациясы, электрондық медициналық карта, онлайн консультациялар және жасанды интеллект көмекшіміз. Біздің жүйемізге кіру үшін ең алдымен тіркелуден өту қажет. Тіркелуден өту үшін бірінші қадам толық аты жөнін енгізу. Біз бұл жерде белгілі бір дәрігер ретінде тіркеліп көретін боламыз. Бірінші қадам бізде Алматов Еркін. Аты жөнін жазғаннан кейін екінші қадам өздеріңіздің күнделікті қолданып жүрген жеке электрондық почталарыңызды енгізетін боласыздар. erkinmail.kz. Үшінші қадам ЖСН жазу. Төртінші қадам телефон номерін енгізу. Телефон номері. Төртінші қадам рөлді таңдап мамандануыңызды жазу. Яғни, мысалы, терапевт, кардиолог, невролог деген секілді біз терапевт деп жаздық. Соңғы қадамдар құпия сөзіңізді жазу және оның дұрыстығын растау. Сіз тіркелуден өткеннен кейін сіздің өтінішіңіз әкімшіге жіберіледі және әкімші растағаннан кейін емайл арқылы хабарландыру ала аласыз. Сол себепті екінші қадамда өзіңіздің күнделікті қолданып жүрген жеке электрондық почтаңызды мүлткісіз, қатесіз жазуыңыз міндетті. Енді жүйеге қайта кіріп көрейік. erkinmail.kz. Пароль, яғни құпия сөзімізді енгіземіз. Парольді жазғаннан кейін кіру батырмасын басамыз, яғни бұл жерде сіз жүйеге кіре алмадыңыз. Себебі әкімші сіздің ақпаратыңызды әлі тексерген жоқ. Енді әкімші ретінде кіріп көрейік. Бізде әкімшінің басқару панелі, яғни бұл жерде статистикалар көрсетіледі, пайдаланушылар және бекітулер. Бекітулерде Алматов Еркін, рөлі дәрігер және тіркелу күні берілген, әрекеттер бойынша ақпарат тексерілді және бекіту батырмасы басылды. Үшінші специалистер қатарында бізде Алматов Еркін доктор, яғни терапевт ретінде белгіленді. Одан кейін келесі қадам Еркін ретінде қайта жеке жүйемізге кіріп көрейік. erkinmail.kz және құпия сөзімізді жазайық. Құпия сөзді жазғаннан кейін кіру батырмасын басамыз. Сіз жүйеге кіргеннен кейін сізге міндетті түрде маңызды ақпараттар берілетін болады. Және сіз сол ақпараттармен таныса отырып қабылдайсыз және қабылдау жалғастыру батырмасын басасыз. Бұл бізде дәрігер панелі. Бұл жерде аяқталған жазылулар, кестелер, медициналық жазбалар деген секілді белгілі панельдер бар. Және сол бойынша, мысалы, біз Алматов Еркіннің бос уақытын қосайық. Алматов Еркін 12 ақпан күні таңғы сағат 8:30-дан кешкі сағат 18:00-ге дейін бос. Және қосу батырмасын басамыз. Бұл бізде бірінші бос күні. Екінші бос күн 13 ақпан, басталу уақыты 13:00, яғни түскі сағат 1-ден, аяқталу уақыты 18:30, кешкі сағат 6:30-ға дейін бос. Екінші, мысал ретінде біз белгілі бір пайдаланушы студенттің атынан кіріп көрейік. Тіркелу бірінші қадам аты жөнін жазамыз. Мысалы, Серікбай Арман. Толтырайық. Серікбай Арман. Екінші қадам Арманның күнделікті қолданып жүрген электрондық почтасын жазамыз. erkinmail.kz. Үшінші қадам ЖСН-імізді жазамыз. Төртінші қадам телефон номерін енгіземіз. Телефон номер 3265. Төртінші қадам рөл ретінде студентті таңдайық. Бесінші қадам ұлты қазақ. Одан кейін
оқу мамандығына байланысты институтын жазамыз. Жаратылыстану және группасын енгізетін боламыз. Соңғы қадамдар бізде құпия сөзін жазу және құпия сөзді растау. Құпия сөзі енді оны растайтын боламыз. Соңғы қадам бізде тіркелу батырмасын басу. Және бұл жерде пайдаланушыға ақпараттар беріледі және пайдаланушы оны оқып қабылдайды. Бұл бізде пайдаланушының басқару панелі. Бұл жерде белгілі бір ақпараттар сақталады және ол өзінің қалаған специалистерін таңдай алады. Мысалы, Алматов Еркін, терапевт, яғни күн таңдаймыз. Алмат мысалы 12-сі күні қарайды, яғни Еркіннің қай күні бос екендігі барлығы жазылып тұрады. Және 10-ші күн қарайды. Түскі уақыттар және өзінің бос уақытын таңдап, жеке келу форматын таңдайды. Болмаса ескертпелерге өзінің қай жерінің ауырып тұрғандығын нақты ашып жазса болады. Енді Еркін мырзаның атынан қайттан кіреміз және дәрігерлер панелінде ол кісіге жазылу келіп тұрады. Яғни алғашқы жазылу Серікбай Арман сізге 10-ші күні сағат кешкі 5-ке жазылған және күтуде. Дәрігер оны бекітеді, қабылдайды және медициналық жазба қосады. Бұл жерде науқастың шағымдары, диагноздары, ескертпелер, ұсынулар деген секілді қатарларды бос орындарды міндетті түрде дәрігер толтыратын болады. Бұл жерде науқастың шағымдары біріншіден бас ауырып келді, диагнозын жазады. Диагнозды бұл жерде міндетті түрде тек дәрігерлер ұсынады және ұсыныстар қатарына дәрі немесе белгілі бір амал шарттарды қолдану ұсыныстарын береді. Ұсыныстарын жазғаннан кейін жобаны сақтайды және жобаны сақтағаннан кейін ғана бізде Серікбай Арманға PDF форматында өзінің медициналық жазбасы баратын болады. Жазбаны сақтау. Одан басқару панелінде бізде жазбаны аяқтаймыз. Бұл жерде бізде Арманға баратын медкарта, яғни электрондық медициналық картамыз және жазбаны аяқтаймыз. Енді аяқталған жазбалар қатарында бізде Арманның жазылған күні барлық ақпараттары қалады және шығып қайттан Арманның жеке жүйесіне кіріп көрейік. Басқару панелінде бізде хабарландыру бөлімінде келіп тұрады ақпараттар. Ақпараттарды оқи отырып біз медициналық картамызды ала аламыз және жазбаны PDF түрінде сақтап алуға да және шығарып алуға да мүмкіндіктер қарастырылған. Бұл жерде Армандыкін сақтап алайық, өзіміздің жүйемізге сақтап аламыз. Осылайна Арманның жеке қаралуын анықтай алатын боламыз.